Марат құқық қорғау саласында 10 жылдан бері қызметте, бірнеше жыл тергеуші болған. Нәтижелі жұмысының арқасында мақтаулы маман атанды. Қазір полиция департаментінің аға инспекторы. Адамға көмектесу оның өмірлік ұстанымы, басты борышы. Өзінің жаңағы жинаған бір шамалы пенсиясын ұрлап кеткен. Сол себепті ол енді үлкен зейнеткер болғасын, зейнеткер адамдарға көмектеспесек, онда біз мысалы өзіміз полиция қызметкерді қалай санаймыз? Сол себепті сол 2 сағат ішінде қасынан қызметкерлер бар, соны қылмыскер ұстап, сол апайға өзінің несін ұрланған ақшасын бәрін қайтарып. Мараттың сыңары Миратта еңбегінің арқасында аз уақытта мақтаулы маман атанды. Полиция майоры қазір қалалық полиция басқармасы анықтау бөлімінің бастығы. Егіздер жұмыс барысында жиі жүздесіп қалатындықтан әріптестері оларды ажырата алмай жатады екен. Бірақ бұл ұқсастықтары оларға ешқашан кедергі келтірген емес. Абыройлы жұмыс, енді мен ойлайтын, осы ішкі істер органда қазіргі жас балдарға тек айтатын бір сұхбатым бар. Осы ешқандай қорықпасын, келіп ішкі істер органдарына келіп жұмыс істесін. Ол бәрі сырттан айта береді. Негізі ол погон кигенде ол әр адам кие алмайды. Ол мысалы ең басынан ол тәрбиеге үйретеді жұмыс. Мейрамыңыз құтты болсын. Айтқандарың келсін. Өздерінде мерекелерің құтты болсын барлығына да. Мереке қарсаңында егіздер әкелерін арнайы құттықтап келді. Гамил Қарымсақов ұзақ жылдар бойы прокуратурада еңбек еткен. Оның бауыры да құқық қорғау саласында қызметте істеген. Осылайша бұл әулеттің азаматтары өмірлерін ел тыныштығын қорғауға арнаған. Інім де бар. О да Астанада қазір полковник в отставке, о да неде жұмыс жасаған. Ішкі істер бөлімінде. Өте қазіргі жастарға мен ризамын. Неге десең, енді біздің болашағымыз осы балдар ғой. Сондықтан барлық нәрсені осы жастардан сұраймыз енді. Заңгердің жолдасы болу, жары болу өте қиын, өйткені олардың жұмысы мезгілсіз, демалыс деген жоқ, күні түні жүреді. Соған әрине әйел адамның біраз шыдамдығы керек, төзімділігі керек. Егіздер бұл саланы таңдағандарына ешқашан өкінген емес. Әріптестері де оларды адал қызметкер ретінде құрмет тұтады. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.